Күні кеше мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Абай, Ұлытау және Жетісу облыстарын құру туралы жарлыққа қол қойған болатын. Абай облысының құрамына Абай, Аягөз, Бесқарағай, Барадулиха, Жарма, Үржар, Ақсуат, Көкпекті аудандары, Семей және Курчатов қалалары кірді. Не деуге болады енді? Бұл жаңалық барлығымызға құтты болсын, қуанышымыз ұзағынан болсын. 1997 жылы Семей облысы болып, араға 25 жыл салғаннан кейін туған қалам Семейім облыс орталығы атанды. Қайырлы күн, құрметті достар. Сіздер Бека Төлеу YouTube арнасындасыздар. Ендеше уақыт жоғалтпайық, бастайық. Ал енді қала жастарына үндеу салғым келеді. Құрметті мектеп түлектері, жастар, студенттер, жас мамандар, бүгінгі күннен бастап барлығымыз бір үйдің баласындай болып, туған қаламыз Семейімізді жан-жақты дамуына, өркендеуіне бірге атсалысайық. Ақша, мансап қуып, Астана мен Алматыға көшудің қажеті жоқ деп санаймын. Оданша өзіміздің Семейімізді дамытайық. Астана мен Алматыда еліміздің басқа өңірлерінде жүзеге асырылып жатқан бизнес жоспарларды, бизнес жобаларды, барлық идеяларды осы туған қаламызда да жүзеге асыруға болады. Ол жақта енді бастап жатқан жұмыстарды, істерді өзіміздің қаламызда, өзіміздің білімімізбен, бірлігімізбен, ұйымшылдығымызбен талай жетістікке жетуге болатындай етіп, сол істерді атқаруға болады. Өздеріңіз білетіндей, Шығыс Қазақстан облысының, нақтырақ айтқанда Семейдің білімін Қазақстан түкпір-түкпірінде мойындайды десе қате айтпаспын. Сол себепті әркім өзінің ішкі әлеуетін, яғни потенциалын өзінің туған қаласында толығымен аша алатындай мүмкіндік туды. Сонымен достар, бұл видео өз мәресіне жетті. Оны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Егер де видео ұнаса лайк басып, астыға комментарийға өзіңіздің пікіріңізді жазып кетсеңіз болады. Бека Төлеу YouTube арнасына тіркеліңіздер. Бұл видеоны барлық WhatsApp группаларға, Instagram парақшаларға таратыңыздар. Сол арқылы сіз менің YouTube арнамның дамуына бірден-бір себепкер боласыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Вақ барда степ старт, вақ барда степ старт, вақ барда степ старт, вақ барда степ старт.